Қайырлы кеш, Асылтым. Бүгін сайланбаған президент қол қойыптымыш. Қазақстан Республикасына кіретін азаматтар қазақ тілінен емтихан тапсыру керек, қазақ тілін білу керек. Осы жерде мынандай сұрақ. Қазақстан Республикасында 20 миллион адам тұрады. Оның 8 миллионы қазақ, 5 миллионы орыс, 4 миллионы осы іштегі 1 миллион былтыр одан арғы жылы күзде қаңғып келгендер. Қанша болды? 13 миллион ба, 7 миллионы өзге этнос халықтар. Сол 5 миллион мен 7 миллион бәрі орыс тілінде сөйлейді. 8 миллион қазақтың мен сияқты шалапалалар бар. Бәрі қазақша керемет сөйлейді деп айта алмаймыз. Керісінше, мен мысалы мақалдатып сөйлесем, сол мақалдың өзін түсінбейтіндер бар. Сонда сол 20 миллионның 15 миллионы сонда не істейді? Одан кейін орыс мектептері, орыс балабақшалары, орысша қызмет көрсетеді. Мен түсінбеймін, мынандай өтірік заңдарды оны тағы жариялап, оны тағы таратып, білем, не намыс жырту, мен түсінбеймін. Не пайда ол заңнан? Іштегі орыс мектептерін жаппай жатқанда, қазақша қызмет аламай жатқанда, элементарно менің қызым орысша сөйлесе, қазаққа сен орысша сөйледің деп таптап атыр. Не деген жабайлық, не деген тәрбиесіздік, не деген көргенсіздік. Өзінің ұлтына шауып, кәдімгідей бет шолысып, орысша сөйлейсің, қызмет көрсетіп, жаңағыдай бір ауыз орысша аузымнан шықса, жапа жармап, жағамнан алып, желкемнен алып, қазақша сөйле деп. Мемлекеттің ішкі өмірінде қазақтың тілінің мәртебесі, қазақ ұлтының мәртебесі, ол тағы агрессивті емес, кәдімгі саналы, кәдімгі мәдениетті, сондай толерантты болмайынша, біз өзге ұлттан қазақты сыйлап, қазаққа жаны ашымай тұрғанда, қалай өзге ұлтты сыйлатпақшы, қалай өзге ұлтқа бірдеме деп үйретпекші?